құрметті менің оқырмандарым, қош келдіңіздер арнама, қос лайк арнама. Бізде бүгін Гүлжан мен Заринаның қарым-қатынасын туралы әңгімелейтін боламыз. Арнама лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпайық, құрметті оқырмандарым. Кешегі эфирде мен бір көріп шықтым. Сөйтіп қарасам, енді кішкене негативімді Балауса ханымға кетіп қалыпты. Сөйтіп бүгін кішігірім андай бір знак примирения дейді ғой. Бір сыйластық ретінде, құрмет ретінде бір сыйладым. Сол үшін Балауса ханым ренжімеңіз. Мен сізге тек күлкі сыйлап жүрген адаммын ғой. Тек сол күлкі сыйлайтын адам болып қалғым келеді. Так что Балауса ханымға тиісе бермеңдер. Жақсы. Мына жердегі адамдармен ба? Короче, осы жерде отырған 100% қызбен түсіре берсеңіз болады. Мен ештеңе демеймін. Нормально. Егер сіз үшін ол нәрсе нормально болса. Хорошо. Енді мына жерде қараңызшы, бүйтіп вроде болады деп та. Ну, если для тебя это нормально. И мен кейбір қыздармен, мысалы өзімнен бөлек, мысалы жұмыстан бөлек, мысалы бір жерге барып тамақ ішеміз, мен сол кезде ұялатынмын, короче. Менде ішімде андай бір чувство пайда болатын еді та. Блин, біреулер көріп қалса, мен қызым деп ойлап қалатын шығар. Ал Заринамен мен вообще өйтіп ойламаймын, ондай ойлар жоқ та, короче, почему-то. Прям қатты құрбысының қызы получается. Жақын құрбысының қызы. Мен де уже бұрыннан араласып келе жатқан құрбым. Сосын кеше мен қатты настроение болмаған екен, бәріміз келіп жиналып отырдық. Сосын түнгі 2-ге қарай бәріміз тарап кеттік. Анау просто сағат 11-де салынды да. Просто түнге қарай салынған тұғын болды. Зарина, сіз білетін бедіңіз? Жоқ, мен көрмегем деп тұрмын ғой. Жоқ, жалпы жаңа достарымен жиналып жатқан дегендей. Жоқ, достар. Жоқ, ол спонтанно болды. Достарым болғанда сол өзіміздің команда болды. Көп екен, адам бөлмеде. Адам көп екенін білмеді деймін да? Жоқ, өйткені ол жерде бір ақ айна тұр ғой. И бір айна тек бір адамға қарап тұр. Негізі ол жерде былай отыр, стол тұр. Бірнеше айна болғанда барлығы көрінетін еді дейсіз. Кішкене үлкендеу қойған кезде бүкіл көрінетін еді фонда. И тем более маған оны салған кезде адамдар сразу жазды да. И мен типа, ужас деп өшіріп тастасам, еще өшіріп тастапсыңдар деген сияқты әңгіме болған. Білмеймін енді. Мынау енді таза ұйқы болды енді. Оның алдында ұйқылардың бәрі обычный еді. Мынау енді таза ұйқы болды. Ұйықтатып жатыр енді кәдімгі Заринаны барынша. Енді біз де еркек адамбыз ғой, нәрсені білеміз ғой. Егерде шынымен де команда дамнау дейтін болса, ар жақта көрінетін еді по идее. Бірақ мен ойламаймын, бұл жаңағындай құрбының несі басқа қылама. Ол көрініп тұр, почти өтірік, негізі өтірік әңгіме айтып жатқан, білмейміз. Бұл жақта Заринаға деген сыйластық вообще ешқандай жоқ. Өйткені Тәуіржанның аузынан өзі шыққан болатын. Бір ретте Айгүл жаңа бір қыздары түсірген кезде каждый нәрсені мен айтып отырам деп екеуі келіскен болатын, осы ортада дұрыс қой. Бірақ енді мына нәрсені айтпай қалған нәрсесі білмеймін енді. Значит, бұл өз түсінбей қалып тұр ғой түсірғанның негізі. Білмеймін енді ашық түрде істеп жатса, тем более. Иә. Сен бола ма? Қош бір деген